Сонымен, қадірменді достар, біз қателіктерді анықтадық, тайм-менеджмент жүйесін көрдік. Енді философиядан бастайық. Жүйедегі философия тақырыбынан. Философия туралы айтқан кезде бастапқыда көрсетілгендей, оның барлығы көбіне біз қазіргі таңда қандай жағдайда тұрмыз. Менің қазіргі таңдағы уақытым жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін мен өзіме арнайы осындай өлшеуішті дайындап қойдым. Сіздермен қазір бір жағынан философия, екінші жағынан математика, үшінші жағынан психология сабағы деп айтсақ та болады. Жалпы бойжеткеннен зейнетке дейінгі уақыт аралығында бізде 16695 күніміз бар екен. Жалпы көбіміз ойлаймыз, уақыт алға жылжып жатыр деп. Керісінше, уақыт кері айналып жатыр. Уақыт секундомер сияқты. Бізде қанша уақыт қалғанын көрсетеді. Яғни уақыт азайып жатыр. Біз ойлаймыз ғой, бізде әлі уақыт бар, біз алға жылжып жатырмыз деп. Керісінше, кері жаға жылжып жатырмыз. Сондықтан қазір біраз математикалық сабақты қарастырып көрейік. Қараңыздар, бұл біздің жалпы өміріміз. Енді мына жерде 100 жас деп көрсетіп қояйық бірінші. Әр адам енді қазақтарда 100 жасайық, 100 жасасын деп айтып жатады ғой. 100 жас деп алып қарастырайық. Бірақ енді түптеп келе өнімді өмір қанша уақыт қалды деген сұрайтын болсақ, онда орташа есеппен ТМД елдерінде жалпы әлемде бізде орташа өмір сүру ұзақтығы десек те болады 73 жас. Сондықтан мен қазір дәл сіздердің алдарыңызда 73 жасты кесіп жіберейік. Енді әрине бұл 100-ге толмайсыздар деген сөз емес, ол бір Алланың қолында. Дегенмен де еңбек әлемінде жүргеннен кейін біз 73 жасты алып көрейік. Мынау 73 жас. Енді дәл қазір сіздер осы жаңағы кестені өздеріңіздің алдарыңызда ашып, менімен бірге санауларыңызға болады. Өздеріңіздің жастарыңызға қарасты. Міне 73 жас. Енді санап көрелік. 100 жастан 73 жасты, 27 жасты, 73 жасты алып тастадық. Ол 27 болып табылды. 27-ні алып тастадық, минус. Осыны айтып отырмын. 73 жас бізде бар. Енді қазір мен 30-дамын. Сондықтан мен 30 жасымды тағы да қиып тастаймын. Сонда 73-тен 30-ды алып тастасақ, бізде 43. 43. Міне, тамаша. 43 жасым қалды, 43. Осындай ұзындық. Енді менің жасымды алып тастадық мына жерде. Мен қазір мына қаламсаппен осы жерде 43 деп қояйық осы жерге. Мына жерде бастапқыда 73 болды. 73-тен 30-ды алып тастадық, 43 қалдық. Енді жылына бізде сенбі-жексенбі бар. Сенбі-жексенбі күндері демаламыз, біз жұмыс істемейміз. Бір жылда сенбі-жексенбіде бізде 104 күн пайда болады екен. 104 күнді мен 43 жылға көбейтемді, 365-ке бөлем, таза математика. Сонда менде алдағы 43 жылымның 12-де 2 жылым, яғни 12 жыл 2 айым сенбі-жексенбі, яғни демалуға кетеді екен. Сонда мен 43-тен 12-де 2-ні алайық. 43-тен 12-ні алатын болсақ, онда ол 31 ғой. 31, 30 жарым деп көрейік енді. 31-ге сәл жеткізбейді. 30 жарым деп алайықшы. Демалыстарды алып тастаған кезде менде 30 жарым қалды, Мына жерге 30 жарым деп қояйық. Енді бұл жерде жоспарлап, шамалап алып отырмыз. Математика сабағы болғанымен де дәл қарастырмай қойыңыздар, қателіктер болуы мүмкін бөлшектерде. Енді жылына біз 30 күн еңбек демалысын аламыз. Немесе сырқаттанып қаламыз делік, 30 күн, бір ай бір шамасы. 43 жылда ол 3,5 жыл болады екен. 3,5 жыл біз демаламыз. Жалпы еңбек демалысын ұйымдастырамыз. Енді 30 жарымнан 3,5 жылды алып тастайтын болсақ, қалады бізде 27, 27 жас. 27 жыл деп айтып қойылады. 27. Міне, 27. Тақтамызға да жазып қояйық. 27 жылымыз. Енді әрине ұйқыны жақсы көреміз. Күніне 8 сағат ұйықтаймыз. Күніне 8 сағат. Күніне 8 сағат ұйықтасақ, біз жылына 122 күн ұйықтайды екенбіз. 122 күнді біз 43 жылға, яғни менің Құдай қаласа енді өнімді өмірімен көбейтіп 365-ке бөлетін болсақ, мен 14,5 жыл ұйықтайды екенмін. Сол кезде 27-ден 14-те 3-ті алып тастайтын болсақ, онда 12-де 7 қалады, 12-де 7-ні мына жерден енді
12-де 7 бізде қалып қояды. Енді 13 деп бұлай жобалап алайық енді. 13 жылымыз қалды. Бәрекелді. Ары қаратай жалғастырамыз. Күнне біз ас ішеміз, күнне 2 сағатты біз тамақ ішуге арнаймыз. Ол кемінде енді. Түскі асымыз бар, кешкі асымыз бар, 2 сағат деп қарастырайық. Сонда жылына біз 30 күн тамақ ішеміз, 43 жылға көбейтсек, ол 3,5 жылды біз тамаққа арнайды екенбіз. Сонда мына жерден біз 3,5-ды алып тастасақ, онда 9,5 деп санайықшы, немесе 9 деп санайық. Иә, 9 жыл. 9 жыл, біраз өзімде кішкене уайымдап қобалжып отырмын. 9 жылымыз қалды. Міне, 9 жылымыз. 9 қалды бізде. Одан бөлек жол, күніне біз 1 сағат арнаймыз. Ол да Астана қаласында 1 сағат, енді Алматы қалаларында 2-3 сағатта кетіп қалуы мүмкін. Бірақ біз жылына 15 күн жолдамыз, сонда 43 жылда менің алдағы өмірімде 1,5 жылын енді мен жолда өткізеді екенмін. Ол енді қала арасындағы барлығын алып тастағанның өзінде тіпті, 9-дан 1,5 жылда алып тастайтын болсақ, онда 7,5 жылдай қалады. Одан да аз деп айтсақ та болады. 7, 6-да 8 деп алайықшы. Міне, 6-да 8 шамасы 7 жыл. 7 дей салайық. Кейіннен барып, гигиена, яғни жуыну, тазалану, душ, тағысын тағы, ол да 1 жыл. 43 жылда мен 1-де 7 жыл жуынуға кетеді. 7 жылдан мен тағы да алам. 7 жылдан алып тастасақ, онда бізде қанша уақыт болады? 5-те 3 па? 5-те 3. 5-те 3-тен тағы ала салайықшы бірден. 5-те 3, содан кейін әлеуметтік желі бар, теледидар бар. Біз енді күніне 1 сағатты, кем болмаса, көп болмаса 1 сағатты арнаймыз енді әлеуметтік желіге. Ол менде тағы 1-де 7 жыл. Сол кезде менде бұл жерде 6, 4, 2-де 6 ма? 3-те 6 қалды ғой сол кезде. Дұрыс, 3-те 6. 3-те 6-ны қарап көрейік. 3,5. Сонымен енді, достар, өнімді өткізуге қалған менің уақытым. Бұл енді бір жағынан сіздердің жақсы жаңалық па, жаман жаңалық па, енді әркім өз түсіне жатар. Бұл жерде мен сізді қорқытқым да келмейді. Бұл таза математика. Шынымен де. Бұл жерде басқа нәрсені мен алып тастадым. Қонаққа барамыз, тойға барамыз, басқа қалаға барамыз, демаламыз, тағысын тағы. Сонда өнімді өткізуге менде мысалға 3,5 жыл қалды. Бір жағынан қуанғым келеді, бір жағынан енді қатты ойландыратын дүние. Бұл жердегі енді ең басты 2 мәселе, қорқыныш немесе мотивация. Мен бұл 3,5 жылға қарап, бір жағынан қорқуым мүмкін. Мәссаған 3,5 жылым қалды өнімді өткізуге. Енді не істеймін? Істесем одан бір нәрсе шыға ма, шықпай ма, сөйтіп бір жаққа қарай кетіп қалуымыз мүмкін. Екінші жағынан мынандай сұрақ қоюымызға болады. Бар жоғы 3,5 жыл менің өнімді уақытым бар. Осы уақытымды мен маңызға толы, менің құндылықтарыма толы, мақсаттарыма толы, жаңа, таза, тың эмоцияға толы қалай өткізсем болады деген үлкен бір сұрақ. Сондықтан мен сізге айтарым, қазір осы кестеңізді санап, өзіңіздің жасыңызды алып, тиімді уақыт қанша қалды. Бұл уақытқа деген біздің көзқарасымызды ауыстыру үшін арналып отыр. Себебі көбіміз уақыттың бағасын білмейміз, уақытымызды бағаламаймыз, біреуге ұрлатып аламыз. Енді қазір мен осыны қалтама салып қойып, 3,5 жылымды әрқашан жанымда сақтауға тырысатын боламын. Келесі сабақта жүздескенше.